недавно смотрел американский фильм. Муж, жена разводились. Жена решает. Не мужики, жена. Смотрю фильм один, дома сидели, и муж зашел домой, Джон, и жена Елизавета, и дома собака Антуан. И муж заходил домой, она такая радостная, цветы в руке, а жена дома такая спокойная, говорит: Джон, я давно хотел тебе сказать, мы не можем быть вместе. Извини меня. Я так решила. Давай будем жить отдельно. А так ты хороший человек, Джон. В мире нету такого человека, как ты. Тогда зачем разводиться, я вообще не знаю. А так я люблю тебя, Джон. И байғұс Джон нет, не мог сказать. Зачем? Как мы? Нет. И он стоит, говорит: Элиза, зачем так решила? Я же люблю тебя. Но если так решила, что мне делать? Ладно. Спокойно. Бір машина алайық, ладно, алмай ақ қояйық деген секілді. Извини, Джон, ты хороший человек. Антуан со мной будет жить. Не переживай. И муж, вот этот муж, бывший, уже. Ладно, Елиза, я пойду тогда. Баратын жер болып тұр ғой енді. Спокойно. И в это время у них постоянно начинается какая-то музыка, песня. Пока. Пока, дорогой. Пока. Look at all my giving loving. Tonic fall. See if they love me. I've been loved my good in love. Ooh, Freddy can found in love. Take you to figure fall. Did it Look at the game in fall. Let it in fail. Do you can make it live and love and go? Набитый кебин В это время Элиза сидит уже в кресло-качалке, плед накрыла, кофе налила, и она вспоминает все прошлое там. Jimmy gave me call before it. Look at me fall. Living well. И муж сидит уже за рулем. Всегда в это время у них дождь идет. И песня там. What you do waiting for? Down in feet of keeping love to. Down in for it really can. Down in feet of more. Do 5 feet Элиза спит уже, а он вышел с машины. Пик-пик. И все. Одна песня, все, разводились. А нам разводиться одной песни не хватает. Нам сколько песни надо? Нам еще доказательства надо. Нам еще видео надо. Нам все надо. Қашан жыламасыншы, бәріміз бірге бір отбасы болып, бәріміз бірге осылай, даже осылай отырғанның өзі мен үшін бақыт, сіз үшін тырысып жүргеніңізге көп рахмет. Рахмет, что ты просто есть для нас. Сен туылғалы біздің семьяда прям как будто бір андай семьяны толықтырып,
сен туылған кезде бәрі сенің бетіне қарап, карантин уақытында Нариман андай үндемей жүрсең де барлығын жасап, барлығын внимательно қарап, даже мен туған күн жасаған күнім кішкене шаршап қалып едім, соған байқап маған гүл әкеліп, менің настроениемді көтеріп, осылай айым аяруды ойлап, даже уже семьяның еркегі болып, айым аяруға ақыл айтып, уже маған ақыл айтады. Бір жаққа барасам, қайда барасың деп бізді ойлап, всегда ойлап жүресің. Рахмет саған. Аяру. Осылай, білмеймін, үйде аяру болса, өзім андай бір позитивный настроениеде жүремін, өйткені всегда прикол айтып, күшті настроение беріп, комнатасына жабылып отырса да, все равно бір сенің энергетикаң сезіледі. Благодарна, что ты у меня есть. Айым, мен сені ерекше қатты жақсы көремін. Сен туған кезінде қатты қуанғанмын. Даже мамадан сұраған, маған, пожалуйста, сестренка туып берші. И вот сен туылдың, и мен сразу өзіме келіп, кішкентай кезімде 4 жаста болсам да, өзіме келіп, сразу ответственность алып, 4 жасымда сені бағып отыратынмын. Саған көп-көп рахмет. Мама сізге ерекше, вообще, вот, честно, даже қалай айтатынымды білмеймін. Бәріміз бір-біріміздің қолымыз ұстап, бәріміз бірге бір-бірімізді тыңдап, бақытты болып, өйстіп жүргеннің барлығы сіздің арқаңызда. Егерде ер адамның әйелі бар екенін білсеңіз, тіпті бала шағасы бар екенін білсеңіздер, оған все, крест қою. Есімізді жиып, түзу жолмен жүрейік.